Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Ерназар Мирас және бүгінгі біздің тақырып психология трейдері. Қазір видео басталмас бұрын сіздерге айтып кетейін, любой момент осы видеоның ортасында болсын, соңында болсын, бір мықты бір бонус болады. Сол үшін де видеоны мұқият қараңыздар, пасхалкаларды тауып алыңыздар. Так, онда видеоға көшейік. Бізде бүгін психология трейдері. Енді қараңыздар, ми бізде не үшін психологияны қосады? Ми неге эмоциональная нестабильность қосады трейдингке келгенде? Неге? Осыны айтып кетейін. Сіздер қараңыздар, өмірде кәсіппен айналысасыз, немесе кровный өзіңіздің бір ақшаңызды аласыз, немесе жұмыс жасайсыз, кровный зарплатаңызды аласыз, барасыз рынокқа саласыз. Оны ми түсінеді. Бұл ақшаны мен қиналып таптым, қазір рынокқа салып қойдым. Қазір мен максимально ол ақшаны сақтап қалуым керек және максимально үлкен прибыль жасауым керек деген осындай режим выживания қосады. Сол режим выживания қосылған моментте адамда уже рыноктағы психологиясы шататься ете бастайды. Дәл қазір енді соның правилаларымен таныстыратын боламын. Қараңыздар, бізде дәл қазір қандай правилалары бар? Бізде қазіргі ең бірінші правило: трейдинг состоит на 10% из стратегии и на 90% из психологии. Яғни сенің психологияң мықты болатын болса, онда сен ары қарай үлкен табыстарға шыға аласың. Ол психология неге алып келеді? Қараңыздар, психологияның дұрыс болмауы ол сен депозитінің сливін алып келеді, және психологияның артында бізде риск менеджмент деген нәрсе бар. Сол риск менеджмент тұрады көбінесе. Яғни сенің рискің дұрыс болса, сенің істеген білімің дұрыс болса, сенде психологиямен ешқандай да проблема болмайды. Және сен қаншама опытный бол, қаншама рынокты мықты анализ жаса, бірақ психологияң дұрыс болмаса, сен всегда минуста боласың. Өйткені рынок андай ғой, үлкен алып адам, біз оның аяғына жабысып алған микробтарымыз, ол тұрады да сілкейді бізді, туда-сюда сілкейді, и әлсіздердің барлығы құлап қалады, ал мықтылардың барлығы соны ұстап қалады. Ал мықты болу үшін сен рискің дұрыс болу керек, стратегияң дұрыс болу керек, және де жақсылап опыт жинау керексің. Торговый системаң мықты болу керек. Қазір мен соңында психологияның вообще мүлдем қалай қоспай торговать етуге болатынын мен сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, ең бірінші біздегі үлкен проблема ол жадность. Яғни жадность может заставить трейдера удерживать позиции слишком долго в ожидании большего дохода. Яғни сіздерге мысалы тейкті қойдыңыз, тейкіңіз $1000. Сізге мысалы $900 прибыль беріп тұр. Сосын тейкіңізға жетеді, ал сіз тейкті алып тастадыңыз. Яғни сіз ана $1000 прибіліңіз тұр, алып тастадыңыз. Сіз ойлайсыз, 1200-ге барсын, жабам дейсіз. Ол тұрады да 1200-ге барады. Сол кезде тұрасыз да, енді 1500-ге барсыншы, көбірек табайыншы деп жабам дейсіз. Ол тұрады да қайттан 1000-ға түсіп қалады. Бәле, 1200 кезінде жауып тастау керек еді ғой дейсіз. Сосын жарайды, енді 1200-ге қазір бір баратын шығар, сол кезде жауып тастаймын дейсіз. Сол кезде ол тұрады да 800-ге түседі. Сосын сіз тұрасыз, біле, 1000-ға жабу керек еді ғой, 1000 ол мен тейкім еді ғой дейсіз. Сосын ол тұрады да тұрады, бір орында былай шатать етіп тұрады да, бах, 500-ге бірақ түсе қалады. Прибіліңіз $500 болып қалды. 1200-ден, то есть $1000 тейкіңіз дедім, тейкті алып тастадың, 1200-ге дейін барды, жадность ойнады, 1500-нан жабам дедің. Бірақ 1500-ға барса да сен жаппайсың, 2000-ға барғанда жабам дейсің, 2000-ға барса 2500-ға барғанда жабам дейсің. Сондай осындай жадность есаландығы ойлайды адамда, және де ол уже 1200, 1000 дегендер жоқ, уже $500 прибілмен тұрады. Блин, жабу керек ғой. Жарайды, енді $800-ға өссін, міне бір $800 прибіль берсін, сол кезде жауып тастаймын. Қазір 500 болып тұр ғой дейді. Рынок тұрады да $200 түсіп тастайды прибіль. Ё-моё, 500-ге де жабу керек еді ғой, уже депрессия адамда. Уже депрессия. Ол либо сол жерде жабады, немесе до конца стопқа дейін ұстайды, немесе стопын тауып тастайды, соңында вообще полный минусқа кіріп кетеді. Осындай есаландық болады адамдарда, жадность деген нәрсе болады. Неге Қазақстанда мошенниктарға көп адам алданады? Өйткені оларда жадность өте үлкен. Сол жадность кәсіпте де болсын, трейдта да болсын, кез келген жерде адамдарды губить етеді. Сол үшін осы жадностьпен күресіңіздер. Сіздер айтыңыздар, мне менде депозит $10,000, немесе менде депозит бар $1000, мен күніне $50 тапсам, маған жеткілікті. И $50 таптың ба, планды орындадың ба, все, рыноктан шығып кет. $100 таптың ба, планды орындадың ба, все, рыноктан шығып кет. Ал егерде 2 рет стоп-лосс тақып қалдың ба, болды, рынокқа вообще кірме. Бүгінгі күн минуспен жабылды, альхамдулиллах, барлығы нормально. Ертеңгі күні мен плюсқа шығам деп. Осындай ниет қоясың да, одан кейін болды, рынокқа қайтадан жоламайсың. Одан кейін бізге келесі проблема ол страх. Яғни ол сен ақшанды жоғалтудан страх, сетаптың отработка бермеуінен страх, сенде немесе там ол соңғы ақшаңа торговать етіп жатқан кездегі страх, немесе кредитің бар, сол кредитіңді жабу үшін торговля жасайын деп отырсың, кредиттің ақшасы, сондай ақшамен торговля жасаған кездегі мысалы ол тоже страх. Енді қараңыздар, страх болмау үшін не істеу керек? Адам бір рет самоуверенный келеді рынокқа ше, $100 табады, одан сайын уверенності өседі. Одан кейін ол ақшасын бір рет сливать етіп алады. Обязательно сливать етеді көбісі. Новичок болсаң, тупой болсаң, сливать етесің. Ода страх қалып қалады. Одан кейін ол келесі сделкаға кіргісі келеді. Ол сделкадан ол $500 прибыль жасайды.
оны біліп тұр, бірақ та ол кіруге қорқады. Блин, мен 100 долларын жоғалтып аламын ғой, если мына стопқа кететін болса. А ода страх, ол больше уверен, что он словит стоп-лосс, чем тейк. Сөйтсе кірмейді, а ол 500 доллар прибыль беріп тастайды. Сол моментте тұрады да, блин дейді, келесіне уже упущенная возможность деген нәрсе бар психологияда, FOMO. Сол FOMO ойнап кетеді, одан кейін ол тағы да келесі сделкаға уже 2x рискпен кіреді. 2-3x рискпен кіреді, ол жақтан минусқа кіреді, страхы одан сайын увеличивается. FOMO туралы енді мен алдыңғы уақытта айтып кетемін қазір. Осы страхтың тоже өте көп минустары бар. Адам негізінде риск менеджментті сақтап, дұрыстап анализ жасап, кәдімгідей эмоцияларсыз торговля жасайтын болса, онда ода ешқандай да бізде страх болмайды, достар. Енді бізде келесі қандай? Бізде келесі правило, оның аты жалпы эмоциональная нестабильность. Яғни үлкен эмоциялар болады ғой, сол кезде сен импульсивный решениялар принимать етесің. Депозитің қалай 1-2 минутта жоқ болып кеткенін білмей қаласың. Ол қалай шығады? Ол жайлы мен сіздерге дәл қазір жақсылап тұрып айтып кетейін. Мысалы бізде мынандай правило ойлап табылсаңыз, мен мысалы бұрын қалай жасайтын? Мен қазір динамичный, өте үлкен волатильностьті бар рынокта спокойно торговля жасай аламын. Мен өзім жақсы прибыль жасаймын. Мына адамдар көбісі не істейді? Адамдар өте қатты минусқа бағаның құлап келе жатқанын көреді. Уже алтын 500 долларға құлап кеткен. Барлығы красный свеча ары қарай да құлайды. Значит, бір крупный игроктар сатып жатыр деп ойлайды да. Ол біліп тұр, что алтын құлайтын. Сол жерден тұрады, депозиті 1000 доллар тұрады, 0,3-0,5 лотпен түк ашып тастайды. Ол тұрады да бүйтіп бір 100 пипсқа бірақ көтеріледі, минус 300 доллар, прикинь, 1000 доллардың 300 доллары жоқ, тұрады да, блин, ол тұрады да 400-ге барады, 500-ге барады, жауып тастайды сол жеріне минуспен. Одан кейін тұрады да, депозитінің жартысы жоқ, блин деп тұрады да, ары қарай анау құлағанын көреді ғой, тұрады да тағы ана минусы бар, сол минусын окупать етем, үстінен прибыль жасайын дейді да, жаңа 0,5-пен ашты ғой, одан да көбірекпен ашады, көбірек лотпен ашады, 0,6, 0,7, 0,8 лотпен ашады, баға тұрады да, ойнап тұрады да, тағы да сәл үстіге көтеріліп бірақ құлайды. Сол үстіге көтерілген моментте оның депозиті минус 300-400 болып қалды. 500 доллар қалды ғой, 1000 доллар депозитін 500 сливқа кетті бірінші сделкадан, екінші сделкадан 300 доллар минуста тұр, бірақ оны әлі фиксировать етпеді. Ол сөйтіп тұрған кезде фиксировать етіп жібереді, 200 доллар қалады. Все, мне нечего терять. Дәл қазір либо бар, либо жоқ дейді да. 1-2 лотпен, енді үлкен плечо ғой, 1-2 лотпен түк ашып тастайды. Сосын ана 200 долларда жоқ болып кетеді. Ол аралық, ол адамға үлкен аралық болып көрінеді. Негізінде бір 2-3 минуттың ішінде болып кеткен заттар да ол. 2-3 минуттың ішінде, 5-10 минуттың ішінде полный 1000 доллары жоқ болып кетті ол адамның депозиті. Содан кейін уже страхы да пайда болады, одан кейін уже жадность та пайда болады, соның барлығы бірге ойнап бірге жүреді олар, достар. Сол үшін эмоциональная нестабильностьті қалай решать етеміз? Қараңыздар, четкий торговый план болу керек адамда. Мен осындай уақытта торговать етпеймін. Мысалы, мен қандай уақытта торговать етпеймін? Мен көбінесе Лондонда торговля жасамаймын. Өйткені Лондонда баға бір орында тұрады. Ол неопределенность. Және де мен қатты андай айтыңыздар. Мен новости уақытында торговать етпеймін деңіздер. Новости уақытында всегда вертолет. И туда и лонгистов, и шортистов сбривают. Ол моментте торговать етпеңіздер. Және одан бөлек тағы да үшінші правило, ол сіздерде мынандай болу керек. Яғни рынокқа волатильность көп болып кетеді ғой. Иран мысалы Армудский проливті полный жауып тастады дейді. Сол кезде диксевай құлайды, яғни индекс доллары. Ал алтын, евро, нефть барлығы особенно барлығы қатты өсіп бастайды. Сондай кездерде лучше не торгануть, лучше бір сетап күтіп, сол сетаппен ғана торговля жасау керек. Ал ол жерден куш тап қалам деген ой болмау керек. Сол ойың келген моментте сен бол минусқа кеттім деп санай бер өзіңді. Минусқа кеттім деп ойлай бер, психологически бір эмоциональный нестабильность болған кезде бұл сана. Енді қараңыздар, мысалы мен өте опытныймын ғой. Мен депозитім үлкен. Мой депозит позволяет мне торговать. Мой депозит мне позволяет в целом қалай жасауға. Яғни баға құлап отыр ма? Мен тұрамын да, мен біліп тұрмын ғой. Баға то, что құлайтын ары қарай, өте қатты құлайтын мен біліп тұрмын. Бірақ та мен ол бағаның құлағанын мен до конца күтемін. Шортқа кеткен біліп тұрмын. Енді қараңыздар, менің депозитім үлкен бола тұра, мен логикамды түсінем. Мен логика баға құлау керек. Мен оны не үшін құлап жатқанда барлығын түсініп тұрмын да. Бірақ ол моментте мен не істеймін? Ол моментте мен сразу үлкен лотпен ашпаймын. Мен кішкентай лоттармен ашамын. Прибыльға шығады ғой баға. Менде прибыльға шығады ғой сделка. Сол кезде ғана кішкене добор жасап бастаймын. Сөйтіп загружаться етіп аламын кәдімгідей нормальный лотпен. Сөйтіп до конца ұстап аламын, бір 500, 600, 700 мың пипс болсын. Ұстап аласың да. Үлкен прибыльмен шығып кетесің. Ол солай жасалады. Ал көбісі не істейді? Құлап жатқанын көреді. Все, упущенная возможность болады дейді, нестабильность кетеді эмоциональная, и соңында тұрады үлкен лотпен ашып, полностью 5 минуттың ішінде депозитін сливать етіп бастайды, достар. Енді келесі біздің правило, ол тоже өте маңызды правилалардың бірі. Және ол көп адамдарда
кездеседі дәл қазір Қазақстан нарығында. Особенно қараңыздар, подверженность стадному инстинкту, яғни олар вип каналдарға, неше түрлі телеграм каналдарға, рилстарға, неше түрлі барлығына подписаться етіп алады. Олар барлығы үлкен ақша тауып жатқандарын көреді, уже эмоционально шататься етіп бастайды. Оларда тильт басталады. Тильт дегеніміз ол былайша айтқанда, тильт дегеніміз оғандай ғой, көремаушылық сияқты, немесе біреуге қатты қызығу. Яғни біреу 100 мың доллар тапты, да ну нафиг, $10 100 мың доллар, анау демо-шотпен істеп отыр, немесе там оның алдында бәленбай депозитін қадап істегеніне шаруасы жоқ. Так, мен де солай жасаймын дейді. Немесе барлығы бір чаттарға кіріп алады, ол чаттарда барлығы лонг деп айқайлайды, басында бір адам айқайлайды, өтірік анализ дейді, лонг деп айқайлайды, сосын барлығы оны поддерживать етіп кетеді, барлығы талпы рынокқа лонгпен кіреді, соңында сливать етеді. Сен ол кезде сен өзінің кровный тапқан ақшаңды депозитке рынокқа салып отырсың, сол ақшаңды сен басқа біреуге ответственность қылып беріп жатсың. Бірақ ол адам никакой ответственность не несет, өйткені ол кінәлі емес қой сен сливать еткеніңе. Сен просто оны тыңдап кірдің сделкаға. Түсінесің бе? Сол үшін де ол трейдинг деген андай сала, достар. Сен өзіңнің ақшан болғандықтан әркімнің деласы өзінде ғана. Яғни өзің ғана қара, өзің ғана анализса, өзің ғана торговать ет. Бүткіл рискті өзіңе ал. Өйткені бұл сенің ақшаң. Сенің ақшаң, сенің өмірің, сенің полностью депозитің енді барлығы тек қана саған байланысты ол жерде ше. Ол әркімді тыңдап керек емес ондай моментте. Бірақ та енді, конечно, комьюнити болу керек, бір сообществосы болу керек адамдардың, единомышленниктер болу керек, изоляциядан қорқу керек адам. Өйткені біз стадный животныймыз, яғни біз социальный животныймыз. Біз басқа адамдармен бірге коммуникация жасау арқылы ғана дамимыз. Қазір ол туралы алдыңғы частьтарда айтып кетем. Және бесіншісі бізде избыточная самоуверенность. Яғни сен бір ай бойы, немесе бір ай деймеш, бір күнде бір 5 сделка ашады, 5-еуде прибыльда. Анада самоуверенность пайда болады, немесе бір апта бойы прибыльдасың, немесе 3 айда полный прибыльдасың да. Ана адамда неме пайда болады? Самоуверенность. Мен қандай сделкаға кірсем де мен прибыльдамын, қандай лотпен ашсам да мен прибыльдамын. Сол үшін мен көбірек лотпен ашуым керек деген сияқты осындай рынокпен ерегісу басталады. Және сол екінші түрі ғой, рынокпен ерегіседі. Яғни баға қатты өсіп жатыр. Ол ойлайды, баға қатты өсіп кетті, қазір қатты құлау керек. Мен шорт аламын дейді. Трендке қарсы жүреді былайша айтқанда. Ол баға тұрады да тағы өседі. Анау тұрады да шортын добор жасайды, тағы өседі, добор жасайды. То есть шортқа аша береді, өскен сайын аша береді. Депозиті қатты күйіп жатыр. Сонда да аша береді, соңында депозиті ликвидация болып кетеді. Мен бірнеше трейдерларды білемін. Өте үлкен ақшаны рынокпен осындай самоуверенностьтің кесірінен сливать етіп алған. Өте үлкен, өте крупный суммаларды сливать етіп алған. Өте опытный трейдерлар. Өйткені ол психология барлығында болады. Самоуверенность дегеніміз ол өте жаман нәрсе. Ең жаман заттардың бірі ол самоуверенность. Өйткені сенің білімің дұрыс болмаса да, басқа заттарың дұрыс болмаса да, сен просто әркіммен ерегісіп, рынокпен ерегісіп, үлкендеу лоттармен ашып, каждый өзіңе қатты уверен болып кетесің. Ол қатты уверен болған кезде білесіздер ғой, тіпті бойларда да, неше түрлі спортта да, кәсіпте де қатты уверенный болып кеткен адам, өзіне қатты сеніп кеткен адам соңында Құдайды ұмытып кетеді. Ал Құдайды соңында ұмытып кеткен адам, ол соңында барады да қадалады, достар. Сол үшін избыточная самоуверенностьті алып тастаңыздар. Всегда стабильный болыңыздар. Бір қалыпты болыңыздар, былайша айтқанда. Одан кейін психологическая привязка. Яғни привязанность к определенной позиции может мешать объективному анализу. Яғни ол не деген сөз? Қараңыздар, бізде адам мысалы бір лонг қарастырды рынокта, лонг қарастырғаннан кейін ол не істейді? Ол сол лонгқа кәдімгі сеніп қалады. Кәдімгі анализм менің келу керек, ол лонгқа бару керек дейді. Одан кейін ол лонг ашады, сосын ол деген шортқа кетіп бастайды. Ол тұрады да, блин, бірақ лонгқа по-любому бару керек қой дейді, тағы да лонгтар ашып бастайды. То есть ана сделкасына, ана лонг деген сделкасы уже стопқа келіп қалды, стопын алып тастайды ол обязательно, минуста тұр, стопы жоқ. Лонга ашып отыр, өйткені ол өзінің идеясына сеніп тұр, ол біз өзінің жасаған бір сетапына сеніп тұр. Хотя ол жерде бір нәрсе может пропустить. Бір астында төмендеп қалып қалған бір ликвидностьті көрмей қалды. И жоғарға бару керек деп ойлайды. Ал рынок ол ликвидностьқа баратыр да, сол төмендегі. Сөйтіп бол деген полный депозитін сливать етіп алады. Немесе просто мен айтқым келетін ше, достар, стоп-лосс қойыңдар да, сол стоп-лоссты жылжытпаңдар. Сендер рынокқа кіргенде, сделка ашқан кезде, неге мен мына жерден кіруім керек, неге мен мында стоп-лосс қоюым керек, неге мен мында тыйық қоюым керек деген өздеріңе сұрақ қойып, сол сұрақтарыңа жауап беріңдер. Олсыз сен никак дұрыс торговля жасай алмайсың. Стоп-лоссты алып тастау деген ол сән емес, ол дұрыс зат емес. Өйткені сенің стоп-лоссыңа барып қалған баға, сен стоп-лоссыңды кішкене жылжытсаң, ол ары қарай өсіп кетеді, жақсы болып қалады деген нәрсе ол мүлдем жоқ. Стоп-лоссты всегда мен өткен алдыңғы сабақтарда айтқандай, бір жақсы мықты зоналарға қою керек. Мен соны айтып кеткен болатынмын өткен сабақтарда. Енді непонимание рынка деген бар. Яғни адамның білімі жеткіліксіз, ютубтан бір 5-10 видео көріп алды, немесе бірақ курс оқып алды, бір өтірік бір инфо-цыганнан қатты обещание беріп тастаған, мынандай индикаторым бар, мынандай кітабым бар деген, соның барлығын көріп алды да, одан кейін өзіне қатты уверен болды да. И рынокқа кіреді, анализ жасайды,
и неопределенность, блин, что-то не так, что-то дұрыс жасап жатқан жоқпын дейді. И соңында тұрады да не болады? Әрине, оның барлығы слив қалып келеді. Оның барлығы бізде слив қалып келеді. Неге? Мен сіздерге осының барлығын айтып кетейін. Қараңдар, бір-екі стратегияны өтірік үйреніп алу, немесе ол стратегияның жұмыс жасайтынына көзіңді дұрыс жеткізбеу, опыт жинамау, торговый система құрмау, демо-счетпен торговля жасап, тренировка жасамау, оның барлығы рынктың непониманиесіне алып келеді. Және де адам үлкен ақша салады, одан кейін сливать етеді. Немесе мен мынандай жағдайларды білемін. Вот курс мысалы $1000, $2000 тұрады ғой. Курсқа ақшасын аяйды адам, барады да, ой, рынок трейдинг деген ол не, ол спокойно істеп аламын мен дейді да, барады $1000 салып, $1000-дан $2000 жасап алады, на удача жасап алады. Одан кейін тұрады да $30,000 бірақ салып тастайды. Сөйтеді де ол $30,000 бір 2 күннің ішінде полный минусқа кетіп ликвидация болып қадап тастайды. Өйткені білімі жоқ, самоуверенность үлкен. Ан жақта ода барлық психологически жаңағы айтып кеткен заттардың бәрі ойнап жатыр. Өйткені білімі жоқ. Білім жоқтықтан осындай психологический моменттер өте көп болады, өте қатты ойнайды достар. Сол үшін де мен айтқым келетіні, всегда білім алыңдар, всегда обучаться етіңдер, всегда политиканы следить етіңдер. Яғни трендтер, новый трендтер болып жатыр ма, қандай политикада не болып жатыр, барлығын анализ жасап, всегда дұрыс білім алып, всегда развиваться етіп отырыңыздар. Всегда торговый системаларыңызды развивать етіп отырыңыздар, улучшать етіп отырыңыздар. Өйткені без этого никак. Мен қанша болды? Мен трейдингте 6 жыл болды достар. Мен 6 жыл бойы әлі күнге дейін мен осы недавно осы 2025-те 2026 кеп қалған уақытта ғой, мен 10 миллион теңгеге обучение сатып алдым. Сол обучениені өттім. Сосын окупать етіп алдым оның ақшасын. Полностью 9 есе ақтап алдым. Енді қараңыздаршы, менің өзім 6 жылдық опытыммен осы уақытқа дейін біраз капитал құрып тастадық қой. Соның өзінде мен әлі күнге дейін обучаться етіп отырамын. Біздің командамыз полностью обучаться етеді. Анау ананың обучениесін сатып алады, мынаның обучениесін сатып алады. Сөйтіп, бұл біз енді қазақстандықтарын алмаймыз, біз шетелдіктерін аламыз, солардың стратегияларын тестировать етеміз. Мынанікі дұрыс емес екен, мынаның стратегиясы, мынанікі дұрыс, давай торговый системаға қосайық деген сияқты осылай алып кетіп отырамыз. Енді бізде тағы да бір қызық дүниелердің бірі не? Отсутствие терпения. Яғни проблемасы қандай? Нетерпеливый трейдер может совершать преждевременные сделки и терять деньги. Яғни адамда терпение бар. Яғни қараңыздар, мынау біздің тейк. Жоқ, мынау біздің точка входа. Сен бұл сделка саған $600 прибыль береді. $600 сен үшін үлкен ақша. Ертең кредитін жабу керексің. Рынок келеді, бүйтіп тұрады да, сенің анау неге келмейді, точка входыңа сәл жетпей өсіп кетеді. Сен тұрасында, блин, десінде сол жерден ашып тастайсың. Сол жерден ашып тастайсың. Анау бір өсіп кетеді, үлкен жерге кетіп қалады. Сол жерден ашып тастайсың, одан кейін барып точка входыңа келеді. А сен уже минустасың. Сен точка входыңа енді келген жерде сен уже минуста отырсың. Терпениенің жоқтығы. Немесе трейдер не істейді? Трейдер тұрады да, рынокқа кіреді, стоп-лоссы минус $100, өзінің депозиті бір $500, стоп-лоссы минус 100 емес, минус $50 болған кезде ол тұрады да, блин, уже $100-ға по-любому минусқа жетеді ғой, давай мен лучше жоп тастайын, стопқа жетпей жатып дейді да, жоп тастайды. Ол одан кейін тұрады да, өсіп кетеді де, тейкқа барады. Немесе тұрады да, $600 прибыль ғой, ол $600 тейкқа қойып қояды. Одан кейін баға тұрады, бір орында тұрады, $100 болады прибілі, $200 болады, сосын қайтадан $100-ға түсіп қалады ғой. Сол моментте тұрады да, ой, мынау разворотылады дейді, жоп тастайды. Әрине, ол жаман емес қой, главное минуста емес қой қатты, дұрыс па? Бірақ бір жағынан терпениесі жоқ. Тіпті рынокқа, сделкаға тез арада кіріп алу, терпениесі болмау адамның өте үлкен минустарға алып келеді соңында. Сіз стабильный торговля жасай алмайсыз олай. Мен соны айтқым келеді, өйткені бұл өте үлкен бізде қазір нарықтың проблемасы. Енді изоляция деген бар. Яғни сообществоларда басқа мықты трейдерлармен сөйлесіп, солармен опыт алмасып, солармен білім алмасып, солай бірге жұмыс жасағандарыңыз өте дұрыс. Өйткені сіздерде қалай айтсам болады, басқа трейдерлармен білімдеріңізді алмасып, бір сіз білмейтін информацияларды олар біліп, олар білмейтін информацияларды сіздер біліп, солай бір-бірлеріңізге көмектеспесеңіздер, яғни бағана айтып кеткендей, адам социальный животное. Яғни адам басқа адамдармен коммуникация жасаған кезде ғана қатты өседі достар. Сол үшін достар, всегда развиваться етіп, басқа адамдармен де, басқа трейдерлармен де сөйлесіңіздер. Бірақ мен оның алдында айтып кеткенде, стадный инстинктқа беріліп кетпеңіздер. Сделка ашар алдында енді басқалармен де ақылдасыңыздар, бірақ та соңында өздеріңіздің айтқан решенияларыңызды принимать етіңіздер, басқа біреудің решениясын емес. Так, ары қарай менің ең үлкен осы нарықтың проблемасы, көп адамдардың проблемасы, уверенность в краткосрочных успехах. Яғни қалай ол? Олар андай ғой, кішкентай бір сделкаға бір лотпен кірді, түк 10 пипс жүрді, плюс $100 жауып тастады. Тағы да бір лотпен кірді, тағы $100 тастады. Опа, мен күн сайын осылай 400-500 мың доллардан тауып отыруыма болады екен ғой дейді да, краткосрочный сделкалар ашып бастайды. Содан кейін ол не істейді, бір лотпен тағы да ашты, ол тұрады да пах етіп баға бірақ құлайды.
50 пипс қабыл етеді, ал ол сенің минус 500 доллар. Сөйтеді, сөйтіп минусқа кіріп кетеді адам. Осындай үлкен проблема ол негізінде. Краткосрочный сделкаларға қатты сенбеңіздер. Краткосрочный сделкалар, тем более с большими лотами, это приведет всегда к гибели. Кішкентай лотпен үлкенірек расстояние, үлкенірек қалай айтсам болады, тейктарды алуға тырысыңыздар, үлкенірек РРмен. Енді қараңыздар, мен сол үшін де айтқым келетіні, долгосрочный результаттарға қараңыздар. Долгосрочный, яғни мен бүгін қанша табам емес, мен осы сағатта қанша табам емес, мен осы айда, осы кварталда, осы жарты жылда, осы жылда, осы 5 жылдықта қанша табам. Осыны ойланыңыздар. Көп адамдар бір жылдық тұрмақ, осы айын өзінің есептей алмайды, осыны біле алмайды. Мен мысалы алдыңғы 5 жылым бәрі полностью расписанный, мысалы достар. Сондай болу керек. Сол кезде ғана сен ары қарай өсесің. Сенде сол кезде бір вектор болады, направление болады. Сол направлениемен жүресің. Көп адамдар неге депрессияға кіріп кетеді, неге тағы бір нәрсе істеп кетеді? Өйткені оларда бездействие болады. Ал бездействие ол неден болады? Ол адам өзіне не керек екенін білмегендіктен болады. Ал өзіне не керек екендігін білмеу, ол деген ол адамның мақсаты, планы, арманы жоқ деген сөз. Просто қиялдау ол арман мақсатқа жатпайды достар, конкретный планға жатпайды. Конкретный адамда план болған кезде ода вектор болады. Вектор болған кезде ол адам действовать еткісі келеді. Түсінесіз ба? Сол кезде сенде ешқандай депрессияда ештеңке де болмайды. Енді 11-ші правило ол бізде негативные установки. Пессимизм и негативные мысли могут мешать эффективной торговле. Мен сіздерге всегда айтатыным осы достар. Неудачниктар тыңдамаңдар. Бір адам мысалы айтады маған, Мирас мырза, мен таксиде обучениеге келе жатыр да, обучениеге бара жатырмын, таксистке айтқам, трейдингтан обучениеге бара жатырмын деп. Ол ой, трейдинг қадаласың, анау мошенниктар, ол деген болмайтын заттар, ол ставка ғой, казино ғой деп айтып тастаған. Ол сол үшін де таксист. Яғни біз неудачник емес, успешный адам тыңдауымыз керек. Кім бір результат жасады, сол результатын доказать етіп берді, біз сол адам тыңдауымыз керек. Біз неудачник тыңдауымызға болмайды. Яғни ол трейдингтан ол прибыль ешқандай бір жақсы ештеңке жасай алған жоқ, қолынан келмеді, өйткені ол еріншек болған шығар, тағы да басқа обстоятельства болған шығар. И ол өзінің негативный установкасын саған беріп отыр. Және егер сен солай ойланатын болсаң, трейдингтан ақша табуға болмайды, казино дейтін болсаң, сен ешқашанда үлкен прибыльға шықпайсың, сен оны армандама, сен үлкен емес, тіпті жалпы прибыльға шықпайсың. Өйткені сенің басында қандай ниетпен, қандай установкамен келесің, сен тура сол затты аласың. Сен жоқ, мен осы Мирастар сияқты, енді Мирастар күшті, Мерседес, спортивный көліктер теуіп жүр, үлкен зәулім үйлерде тұрады, всегда шетелдерде жүреді, жақындардың барлығын всегда қуантып бірге, солардың барлығын жағдайын жасап жүреді. Ол трейдингтен осылай ақша табады, сонымен жасайды. Значит, мен Мирастан үйренуім керек. Значит, мен осы Мирастар сияқты болуым керек деген ойдың орнына ол барады да бір таксист тыңдайды. Немесе барады да бір жол болмай қалған бір адамға барып содан совет сұрайды. Никогда не пользуйся советами тех, чьей жизнью не хочешь ты жить. Яғни ол адамның өмірін сүргің келмесе, оның вообще айтқан кеңесін тыңдап та керек емес достар. Сол үшін де тек қана успешный адамдармен сөйлесіңіздер. Және бізде андай ғой, қазақтардың менталитеті негативқа жақын. Неге негативқа жақын? Өйткені негатив это бесплатная эмоция. Сен позитив болу үшін, позитив это платная эмоция. Сен бір нәрсе беру керексің, бір нәрсе жасау керексің. Ал негатив ол бесплатная эмоция. Ой, мен Мирас, мысалы, мен өткенде шығардым да, мен мынандай Мерседес алдым, енді мен мынандай нәрсе алайын деп жатырмын десем, ой, аренда ғой деп қояды. Мен айтам, Каспиңді ашам, техпаспорт, міне, машина. Ерназар Мирас деп тұр, міне, машинаның номері барлығы тұр. Ол менікі. Немесе тағы да басқа заттарыма сөйтіп айтады. Яғни негатив іздеп тұрады, адам бір подвох іздеп тұрады. Подвох іздемеңіздер. Лучше жақсы заттарға сеніңіздер. Әрине консервативный болу керек, кішігірім, бірақ жақсы заттарға сеніп солай жүру керек. Сенде полностью негатив, ақша табу қиын, ақша қолдың кірі, ақша жаман нәрсе, трейдинг, казино деген нәрсе установкаларың болса, сен ештеңке жасай алмайсың. Анау мықты адамдар, позитивно ойлайтын адамдар, олар өзінікін жасап прибыльға шығып жүре береді. Ал сен всегда минуста отыра бересің. Сол үшін де негативный заттар жасамаңыздар. Позитивный мышление болу керек, визуализировать ету керек. Яғни менде мысалы ауылдағы немде качелям болған 8-10 сағатпен кашенетін мен кәдімгідей. Неге? Ол жақта мен 10 сағат бойы қиялдайтын өзім болашақ өмірімді. Аллаға шүкір, қазір сол болашақта қиялдаған көптеген өмірімнің моменттері қасық келіп отыр. Аллаға шүкір. Сол үшін де солай визуализировать етіңіздер, позитивно ойланыңыздар. Ол өте қатты сіздерге влиять етеді. Және енді 12-шісі неде? Невозможность признавать свои ошибки. Яғни адам өзінің жасаған қателіктерін признавать еткісі келмейді. Мысалы, бір обучение оқыды, 10 адам оқыды, 10 адамның 5-еуі прибыльға шықты. Сосын оның тағы 3-еуі жақсы енді шығып бастап отыр да, енді бір алдыңғы 2-3 айда шығады. Ал ана 2-еуі тұрады да, так, мен прибыльға шықпадым, ол сабаққа дұрыс келмейді, үй жұмысын дұрыс жасамайды, тағы да басқа нәрселері бар өзінің. Ол оны есепке алмайды, ол тұрады. Обучение, значит, говно. Меня же не довели до результата, значит, эти люди мошенники деп шығарады.
Соңында кім кінәлі? Біз кінәлі. Соңында кім кінәлі? Басқа біреу кінәлі. Бірақ адам ешқашан өзінен ошибка, өзінен мін іздемейді, өзінен мін шығармайды. Неге? Өйткені егер ол адам өзінен ошибка табатын болса, ол оны исправлять ету керек қой. А ол адамның миы ол исправлять етуге энергиясын құртқысы келмейді. Ол өзінің признавать еткісі келмейді, өзінің жаман жақтарын. Ол тек қана басқа біреудің жаман жағын көреді. Мысалы, менде бір минус болса, бір жаман бір нәрсе болып жатса өмірімде, мен кінәлімін деймін. Неге? Өйткені я, значит, так допустил, меня кто-то кинул, меня кто-то обманул, я это допустил, я виноват. Болды. Басқа мәселе жоқ, достар. Солай ойлану керек. Енді бізде заключение айтатын болсақ, достар, ошибканы өздеріңізден іздеңіздер. Мен енді ұзын сөздің қысқасын айтайын, достар. Трейдингтен үлкен ақшалар жасауға болмайды емес, болады. Оны көп адамдар жасап та жүр. Мен жасап жүр. Менің студенттерім, мен командам жасап отыр да. Мен өте мықты шетелдік азаматтарды білемін, өте үлкен ақшалар жасайтын. Мен наставнигімнің өзі Катарда барған кезде көрдік та. Ол Катарда тұрмайды. Ол өмір сүретін мемлекет емес. Просто біз келдік, сол үшін ол кісі де келді да Катарға. Личная охранасы, Lamborghini Urus Mansory, үлкен вилласы бар Катарда. Біз барып көрдік. Бәрін айтады, жігіттер, барлығы трейдингпен дейді. Яғни мен трейдтан үлкен дәрежеге шығып кеткен, то есть оның кішкентай жасадым, прибыль жасадым дегеннің өзі бір 500 мың миллион доллардың шамасында болады. Сондай дәрежеге шығып кеткен. Ол кісі ойбай бәленбай жыл, мен өмірімнен де көп уақыт, мен сүрген өмірімнен де көп уақыт трейдингпен айналысады ол кісі. Сондай дәрежеге жетіп алған да. Сол үшін, достар, мен айтқым келетіні, сіздер өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келеді. Ол өмірді өзгерту үшін сіздер, яғни сүргілеріңіз келетін өмірді сүру үшін, бұрын соңғы сүрмеген өмірлеріңізді сүру үшін, бұрын соңғы істемеген істерді жасау керек. Олсыз никак. Рисковать етіңіздер, қорықпаңыздар, мышленияларыңызды түсеңіздер, всегда развиваться етіңіздер, тек қана позитивно ойланыңыздар. Барлық адамдар туралы тек қана позитив ойлаңыздар. Мен негативный адамдар жек көремін, жылаңқы адамдарды жек көремін. Неге? Өйткені ондай адамдар алысқа бармайды. Олар ойлайды, мен установкам керемет, мен, значит, барлығына мін іздеп, мін тауып алатын адаммын дейді. Негізі ол сен говносың. Ол адамдар, сен мін іздеп атқан адамдарың, олар деген ана жақта да, олар ары қарай өсе береді да, ал сен құлай бересің. Өйткені әлемде либо өсесің, либо құлайсың. Болды, басқа путь жоқ. Бір орында тұрдым деген путь жоқ. Өйткені сен мынаусың, әлеммен бірдей келатсың, развиваться етіп, и әлем, сен бір орында тұрып қалдым деп ойлайсың, хотя әлем жылжып жатыр. Сен, значит, артқа кетіп баратсың. Сол сияқты всегда развиваться етіңіздер, достар. Сен бала шағаң бар, сенің немесе болашақ Алла қаласа отбасың болады, немесе қазір өзіңнің әке-шешең бар, жақындарың, бауырларың бар. Сен оларды Меккеге апарғың келеді, әкеңе үлкен көлік алып бергің келеді, анаңа үлкен үй салып бергің келеді, басқа да жағдайын жасап, кәдімгідей мықты өмір сүргің келеді. Өйткені Алла бізге өмірді бір-ақ рет берді. Неужели осы бір-ақ рет берілген өмірде біз бір үлкен заттар жасай алмаймыз? Неужели біз өзіміздің арманымыздағы өмірімізді сүре алмаймыз? Әрине сүре аламыз ғой. Просто бізге соны жақсылап тұрып жасау керек. Өйткені Алла тағала үшін мынау ақша деген нәрсе ол түкке тұрмайды. Ол шыбынның мынау қанатының толщинасына да тұрмайды, тырнақтың кіріне де тұрмайды. Алла тағала бәріне бере береді ризықты, үлкен ақшаның барлығына бере береді. Главное просто еңбектен Алла тағаланың әл-әділ деген есімі бар, көркем сөздерінің бірі. Яғни өте әділ. Сенің еңбектенгеніңді, рисковать еткенді барлығын көреді. Алла тағала саған обязательно енді оның жемісін береді. Алла тағала ол түкте тұрмайды. Мен сендерге бір мықты формула айтайын, қараңыздар, достар. Сен ең бірінші жақсылап ниеттен, Алладан сұра, одан кейін әрекет ет, берілме, результат болады. Осы 5-ақ нәрсе. Болды, 5-ақ нәрсе. Соны жасаңыздар, достар. Неужели жасамайсыздар? Неужели сіздерге сонда 10 жыл бойы универде оқып, 20 жыл бойы, 30 жыл бойы, өмір бойы пахать етіп, жұмыс жасап, таңертеңнен кешке дейін, мизерный зарплатаға, сөйтіп бала шағаңа, жақындарыңа ештеңе қалдырмай, немесе 50 жасында бір 2 комнаталық квартираны ипотекаға алғаныңа сен мәз болып отыратындайсың. Алла тағала бір-ақ рет берген өмірде неужели біз өзіміздің арманымыздағы өмірімізді сүре алмаймыз? Сол үшін де 1-2 жылыңызды трейдингқа арнап, осы жақтан жақсылап дамып алып кететін болсаңыз, достар, сіздерден уже білмеймін, алдыңғы 50 жылда жасайтын, енді Алланың қалауымен ғой, бәрі алдыңғы 50 жылда жасайтын результатыңызды сіз бір 5 жылда жасауыңызға болады. Сол үшін, достар, рисковать етіңіздер, істеңіздер. Ал енді трейдинг осы видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, колокольчик басыңыздар. Бұлдай қазақша контентті осылай жақсылап, осында мен сияқты түсіндіретіндер өте аз. Сол үшін де бізді қолдап жүріңіздер, достар. Енді обучениеға жазылғыларыңыз келсе,
консультация өткізгілеріңіз келсе, астында Google форма бар. Сол Google формаға аты жөніңізді жазып, өзіңіз немен айналысасыз барлығын жазып кетіңіздер. Сол арқылы кейін біздің менеджерлар сіздерге хабарға шығады, сіздерге толықтай бәрін түсіндіріп береді. Трейдинг саласынан развивация етіп ары қарай дамығыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар достар. Енді барлықтарыңызға үлкен рахмет достар. Телеграмға, кстати, подписаться етіп алыңыздар. Көп информация сол жақта болады негізінде. Все, всем рахмет, сау болыңыздар, қайырлы білім болсын достар.